Қарғозға келу үшін тұрға ақша төлеудің қажеті жоқ. Дәл осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, өзіңіз өз алдыңызға келіп кетіп жүретін боласыз. Қарғозға, яғни МСПСқа келіп кетудің еш қиындығы жоқ. Егер сіз Алматыдан болсаңыз, таксимен келесіз, осындай шлагбаумнан өтесіз. Ал егер де сырт қалалардан, Шымкенттен, Астанадан, Тараздан келетін болсаңыз, онда арнайы сіздерді алып келетін осындай автобустар болады. Автобустан түскен соң, осындай парковкадан өтесіз, және де осы бір көк зданияның алдына барасыз. Жолға төлеп кіретін міндетті түрде Каспиңызға 3000 теңге қалдырыңыз, себебі кассадан төлеу өте ұзақ болады, очередь өте көп. Каспи арқылы төлеудің бір ыңғайлы жері, ешқандай да очередь күтпейсіз, кіретін жерде чегіңізді көрсетіп кіре бересіз. Кіру құны 3000 теңге, ары қарай маған түсіруге рұқсат берген жоқ. Мына жерден өтеміз, ішке қарай. Міне осы жерден кірген кезде ары қарай сізде паспортыңызды тексеретін зал болады. Содан шығасыз, шыққан жерінде осындай автобустар келеді. Сол автобусға отырасыз, сізді уже МСПСтің ішіне алып кіреді. Түскен жеріңізден адамдарға ілесіп жүре беріңіз, ішіне қарай барасыз. Тағы да бір айтып кететін жайт, егер сіз кассадан билет алмай Каспи арқылы төлейтін болсаңыз, жаңағыдай паспортты тексеретін жерге кірген кезде ішінде кішкентай қағазға иіңізді, атыңызды и бүгінгі числоны жазып толтырып аласыз, соған сізге печать ұрып береді, кіруге рұқсат деген. Сол қағазды шыққанға дейін жоғалтпауыңыз қажет. Бұл бізде нейтральный зона, арғы бетке өткеннен кейін уже МСПС. Негізі бұл жерде торговый центрлар біраз бар, бірақ соның ішінде ең танымал болған және де адам көп кіретіндердің бірі Золотой порт, Джунки, және де тек қана шуба сататын Кинг-Конг. Кинг-Конг осы сол жағында, яғни кетіп бара жатқан кезде сол жағында, ол жағын түсірмей қалыппыз. Міне сол жағында Кинг-Конг деп тұрады. Ішінде тек шуба, сондай кожаный куртка, сондайлар. Олардан көп алуға болмайды, өзіңізге бір штук алып киіп шығып кетуге болады. Бұл бізде Джунки. Бұл жерде де жаңағыдай техникалар, аксессуарлар, телефондар, киім-кешектер, посудалар, сондай заттар сатады. Көптеген мелочтарды табуға болады, 100 теңгелік заттарды табуға болады. Ал біз қазір баратын бұл оптовый рынок Золотой порт. Осындай мотоларды алуға болады, бірақ қазір шығару кішкене қиын деп жатыр. Білмеймін қаншалықты екен, но Алматының бағасына, жалпы Қазақстан бағасына қарағанда намного выгодно. Неше түрлі шапочка, кофталар, мыналардың уже бәрі распродажға шығарылған. Және де бұл жерден баллон алу выгодно. Екеуі көп болса 18 килограмм болады, 19 килограмм. Золотой порттың қазір біз астынан кіреміз. Кірген кезде астында посудалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, және де люстралар бар. Национальный киімдерді табуға болады. Керектің бәрін табуға болады. Мынаның ішінен жоқ деген нәрсе жоқ. Негізі МСПСқа келетін болсаңыздар, жалпы Харгос деп жатады, осы жерден осындай мелоч нәрселерді күнделікті кигенге алсаңыздар болады. Мысалға, мына шлепканы 500 теңге дейді. 500 теңге, ал өздеріңіз енді Қазақстан бағасымен салыстыра беріңіздер. Қазіргі кезде бір адамға Харгостан, осы МСПСтан 25 килограмм товар алып шығуға рұқсат етілген. Бұрын 30 килограмм еді. Білмеймін неге екенін төмендетіп жіберді. Бірақ егер де осындай үйге киетін, майда шүйде, жаңағыдай жеңіл заттарды алатын болсаңыздар, 25 килограммға әжеп товар алып шығуға болады. Сонымен қатар бұл жерде пижамаларды, носки, паски, трусы, майка, капроны, неше түрлі сондайларды алған намного выгодно. Детский киімдер өте көп, пижамалар және де хыбы, қарап алу керек. Качественный да бар, некачественный да бар деген сияқты. Ценасы совсем дешевый да бар, қымбаты да бар. Яғни барлық товар осы качествосына қарай. Но Қазақстанның бағасына қарағанда бірақ намного арзан. Сағаттарды табуға болады. Дәл осы жерінде телефон аксессуар, особенно айфонға көптеген аксессуарларды табуға болады. Штатив, смарт часы деген сияқты. Бірақ олардың барлығын енді оригинал деп айта алмаймын. Бұл бірінші этажы, қазір екінші этажға көтерілеміз. Екінші этажында только текстиль. Бір жақсы жері, бұл жерде бір этажда бір түрлі нәрсе ғана сатылады. Екінші этажда только текстиль, яғни постель, полотенце, покрывало, подушка, яғни жастық дейміз, және де көрпе төсектерді табуға болады.
негізі ішін толық түсіреміз деп ойлағанбыз, бірақ көбі камераға түсіруге рұқсат бермеген соң мен сіздерге осылай сырттан көрсетейін. Міне мына екінші этаж, тек лестница жағы ғана. Бұның артында да көптеген товарлар бар. Кілемдер, жеңіл жерге төсейтін жаңағыдай жеңіл нелер болады ғой, одеялдар. Вот сондайлар да бар. Және де жалюзі, вот шторы, перде, осыларды да табуға болады. Таңдап отырып алсаңыздар болады. Және де саудаласқанға өте жақсы. Мини деп алып бұл жерден күшті саудаласуға болады. Кейбіреулері бергісі келмесе, магазиннен не істейді, сразу қуып шығады. Ой, иди дейді. Все, сен уже кетуің керек. Қытайдың ашуына дейсің, бәлеге қаласың. Мына жерде мен сіздерге пастельдерді көрсетейін. Пастельге выбор өте көп қыздар. Просто сыртында қытайша жазу ғана бар демесеңіз, біздің Қазақстандағы сатылып жатқан пастельдерден еш айырмашылығы жоқ. Вот честно қыздар, даже качество намного жақсысын табуға болады, және де доступный ценада. Неше түрлісі бар. Қарап алу керек. Некачественный да бар, и качественный да бар деген сияқты. Қарап, ұстап көріп алғанға жетпейді. Люстраның да түрі бар. Люстраны да алуға болады. Осы жерде кез келген товарды алатын кезде міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Особенно осындай техникаларды, люстраларды тексеріп алғандарыңыз жөн. Және де осы Харгосқа кірген кезде Қытай тілін білу немесе переводчикпен кіру міндетті емес. Бұлардың барлығы орысша сөйлесеңіз түсінеді, немесе қасында бір қазақ тілін білетін продавец міндетті түрде болады. Кейбіреуі біз жақтан кіріп істейді, Қазақстаннан кіріп жұмыс жасайтындар да бар, және де өздері жақтан шығып жұмыс жасайтын осындай қазақ тілді түсінетін кісілер бар. Келесі бұл бізде 3-ші этаж, Золотой порттың іші. Бұл да 3-ші этажда толық киім-кешек сатады. Бұл жерде осындай детский да бар, взрослый да бар, футболка, шорты, осындай майда-шүйде заттарды алған намного выгодно, качествосы да бар, некачественный да бар деген сияқты. Курткалар. Люкс качествода киімдерде бар, олар соған ценасына лайық қымбат болады. Распродажаға шығарып тастам. Мысалға мына куртка 1000 теңге деп тұр, балонмай. Уже жұқа курткалар бар ғой, сәл күн жылынғана киетін. Сондай курткаларды уже распродажа 1000 теңгеге шығарып тастаған. Сұлулық салонға арналған заттарды, косметика, жалпы кез келген нәрсені табуға болады ішінен. Поделкасында, люкс качествосында бәрін табуға болады. Детский игрушканың да түрі бар, коляска, самокат, велик, машина бәрі бар. Мынау уже бізде Қазпошта, көбі баллон алып жатыр. Қазпоштаға товарымызды салды. Түскі асымызды осы үнемі біз ішетін ұйғыр асханасына кіріп, палау жедік, салатымен күштілеп береді, және де қарашайды тегін береді. Жұмысымызды бітіріп, елімізге қарай қайттық. Тағы бір айтатын нәрсе, қолдарыңызға ауыр зат алып шықпаңыздар, тексеруден өткізбейді. Қазір жолдан өтіп, остановкаға қарай барамыз. Қазір алдарыңызда тұрған жерге барамыз, ол остановка. Сол жерге барып тұратын болсақ, өзі автобус келеді. Автобуспен Қазақстанның жаңдай территориясына апарып қояды. Қолыңызда өте көп зат болмауы қажет, өткізбей қояды. Мынау уже паспортный тексеру жерден шыққан, содан төмендеп жүретін болсаңыз, міне мына тұрған көк здания, ол бізде Қазпошта. Егер сіз Қытайдан товар алып салатын болсаңыз, товарыңызды осы зданияның ішіне кіріп күтіп аласыз. Қолыңыздағы қағазды көрсетесіз, сол қағазға сізге печать ұрып береді. Сол қағаз арқылы Қытайдан салған жүгіңізді осы жерден күтіп аласыз. Товарыңызды аласыз. Автобуспен келсеңіз, автобуспен, таксимен келсеңіз, таксимен арғара еліңізге қайтасыз. Бұл жерде де кафетериялар бар, бірақ бағасы ойбой-йоу. Бара жатқан кезде осы QR-код арқылы парковканы ақшасын төлейсіз. Харгосқа жасаған турым пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Маған тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.